Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Балқаш жаңалықтары және мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгінгі күннен көретіндеріңіз. Жолдағы кедергі, тура жол ортасында пайда болған шұңқыр көлік иелерінің наразылығын тудыруда. Кедергі келтіреді, осындай қазып ұстаған жолды. Кәсіби мереке бүгін хатшылар күні, басшылар көмекшілерінен нені талап етеді? Бастығы өте қарапайым, түрі суық болғанмен, өзі сондай адамгершілігі мол жан. Республикалық жеңіс, каратэбен айналысатын балқаштықтар бірден 12 медальді олжалап қайтты. Командный комитетте бірінші орын алды. Қадыржанов көшесіндегі 6 жолақты жолдың дәл ортасында үлкен шұңқыр пайда болып, көліктердің қозғалысына кедергі келтірді. Десе де қазір ол жерде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Біраз болды. Аяқталар түрі жоқ. Мамандар бұл істі не себепті созып отыр? Шұңқырды қашан жаппақ? Ол жайында келесі сюжетте. Қадыржанов көшесіндегі мына белгілер осыдан 10 күн бұрын пайда болған екен. Алдымен жол ортасындағы құдықтың беті жай ғана ашық жатқан. Кейін ол опырылып ішке құлаған. Соның салдарынан көлік иелері зардап шегуде. Айтуларынша көлік қозғалысы көп кезде бұл жермен өту ыңғайсыз. Кедергі келтіреді, осындай қазып ұстаған жолды. Енді ол жерде құрылыс жүріп жатыр ғой. Құрылыс жөндеп жатыр. Көп жылдан бері жасалмаған болу керек. Жаңа жеп теліп қалған. Содан кейін жауып тастапты, жапқанға ештеңе кедергі жоқ. Ақырында өтіп кетеміз. Жолда встречный келатқан машина бізге қатты кедергі жасайды. Біз енді тосып тұрамыз, алдымызда кеткен машина. Жанымызда боковой машина, мысалы, заправкаға бұрылатын болса, тосып тұрамыз бір-біріміз. Ал құдықтың құлау себебі мынада. Кәріз құдығының төменгі бөлігінде орналасқан 5 сақинаның екеуі сынып, соның салдарынан жолдың беткі қабаты төмен түсе бастаған екен. Мұны байқаған Балқаш су мамандары бірден іске кірісіп, тексеру жұмыстарын жүргізген көрінеді. Сөйтсе, сынған бетондар люктың астымен өтетін кәріз құбырларын жарып жіберуге шақ қалыпты. Бүгінгі күні Қадыржанов көшесінде құбырларды ремонттау жұмыстары басталды. Ол құбырлар Совет үкіметінің уақытынан келе жатқан құбырлар. Бүгінгі күні жүйелер желінген, тозған, іске жарамағандықтан айырбасталып жатыр. Бұл жөндеу жұмыстары келер аптада аяқталмақ, ал оған дейін барлық сынған 5 сақина жаңасына алмастырылады. Және кәріз желісі қысымға шыдамай істен шығатын болса, 50 метрлік керамикалық құбырды да ауыстыруға тура келеді. Ал жөндеу жұмыстарына таңертеңнен кешке дейін 4 техника мен 10 жұмыскер жұмылдырылған. Перизат Сиденова, Думан Қалыбаев, Өркен Медиа. Не көрсең де көппен көр. Жылу және жарық құрылғылармен жабдықталған үй тұрғындары көп қабатты үйдің ортақ мүлігі жайлы заңнаманы алға тартып наразылық танытуда. Ал біз өз кезегімізде жертөле мен подъезд жарығына кеткен шығынды не себепті барлық тұрғындар бөліп төлеу керектігін тағы да түсіндіріп бермекшіміз. Сонымен қатар астыңғы қабатта тұрамын деп жалпыға бірдей шатырды жөндеуден жалтаратын көршілерді қалай көндіруге болатынында айта кетпекшіміз. Бүгін студиямызда жергілікті өзін-өзі басқару қоғамдық комитетінің төрағасы Жұматай Бақанов күрделі мәселелердің басын ашпақ. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы бірінші сұрақ, ортақ мүлік мағынасына не кіреді, не жатады? Ортақ мүлікке подъездегі есіктен бастап сатылары, подъездің қабырғалары, үйдің төбесі, үйдің сырты, подвалдың іші, фундаменттері, подвал ішіндегі трубалары, үйге кіретін трубалары, жылу трубалары, үйге қатысты трубалар, құбырлары солар жатады. Ал жеке мүлікке әркімнің өзінің жеке сатып алынған тұрғын үйлер, квартиралар. Жалпы бір көп қабатты үйде? Екі мүлік бар. Ортақ мүлік бар, жеке мүлік бар. Ал бұл жердегі КСК-лардың, не болмаса, қызмет көрсетуші ұйымдардың рөлі қандай? Бұл жердегі олардың қатынастары КСК-ның, оларды тек қана жөндеу, сақтау,
олар су құбырларын, ыстық су, суық су, содан кейін жылу құбырларын жөндеуге. Содан кейін өздерінің тұрғындардың өздерінің жиналысында шешіледі. Қандай қызметтер КСК оларға атқару керек. Сол атқарған жұмыстар келісілгеннен кейін, сол жаңағы тізіммен КСК өзінің қызметін атқарады. Ал бізде жалпы Балқашта қанша КСК бар не болмаса? КСК-дан айтып берейін. КСК уақыт бар, КСК Карина бар, КСК 3 бар, содан КСК Универсал, КСК Сафронов, КСК БЛП, қазір жаңадан организация шықты, жібек жолы. Енді ең үлкені КСК ТО Универсал, Балқаш Универсал. Осы бұл организацияның өзінің несі қабілеті жоғары, мамандары көп, сондықтан олардың үйлерінде тұрғындардан келетін сұрақтар аз. Сөзіңізге қарағанда, жеке мүліктің иесі, үй иесі, айына КСК-ға қызмет көрсетуіне қаржы төлеу керек, және де одан басқа жалпы мүлікті, ортақ мүлікті сақтау үшін тағы да төлемдер, шығындар болу керек, Әзірше шығын болатын болса, шығын егер КСК-ның өзінің қабілеті бар болатын болса, подъезді жөндеу, қабырғаларын жөндеу жасап беру. Ол КСК-ның қабілеті бар болатын болса, КСК жасайды. Бірақ соның барлығы жиналыста шешілу керек. Ақшаға ма, ақшасыз ба, ол КСК-ның несіне қарайды, жиналысқа байланысты. Әргеде тұрғындар өздерінің маңыздарын түсінбейді. Олар КСК-ның жұмыстарын, ай сайынғы жұмыстарын қорытындысын жасаттырып отыру керек. Соны қарап, қателігін жиналып. Бірақ тұрғындарымыз біздікі көп ондайға ұмтылмайды. Үйде жатып шешкісі келеді, ол шешілмейді. Жиналыста шешу керек. Өйткені ол КСК-да олар басқа үйлерде тұратын кісілер ғой. Шешіледі ме мәселе, қандай мәселе болсын шешіледі. Ортақ шешілсе, жеке әркім өзі жатып шешілмейді. Ертең үйдің қабырғасы бұзылады, подъездің қабырғасы бұзылады, төбе бұзылады, содан кейін жөндеу қиынға соғады. Ал ортақ мүлікті сақтау бойынша шығындарға қатыспайын дейтін иелеріне, азаматтарға қандай да бір жазалар қолданылады ма? Онда жаза емес, оларға жиналыс бойынша ол кісілер бүкіл подъезді үй деп айтайық, немесе подъезд деп айтайық. Подъездегі 20 квартира, соның барлығы да жаңағы керекті ремонт жұмыстарын, көлемін, соның ақшасын білу керек. Соның кейін әркім өздерінің соңына келісім беру керек. Келісім бермегендерді, олар келісім бар ма, жоқ па, соған қол қою керек. Келісе ме, келіспей ме. Соңы келіскен адамдар өздері сол ақшаға, жаңағы бүкіл ақшаға, ремонтқа керек ақшаны жасап, ремонт айта, ана кісілерді сотқа беруге болады. Солардың жаңағы мөлшерлі өздерінің нелері бар ғой, қосылатын ақшалары. Сот арқылы өтеледі. Мәжіліс сайлауына белсене қатысып, ұлт бірлігі үшін еңбек еткен жандар елеусіз қалмады. Нұр Отан партиясы ғимаратында 20-дан астам балқаштықтар ел төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен, сондай-ақ осынша адам облыстық Нұр Отан партиясының сайлауалды штабының төрағасының марапатына ие болды. Елбасының алғыс хатын әртүрлі саланың 22 қызметкер алды. Олардың қатарында мұғалімдер, бизнесмендер және қарапайым жұмыскерлер де бар. Ал Нұр Отан партиясының Қарағанды облысының сайлауалды штабының төрағасы Асқар Базарбаевтың жеке марапатымен 5 қызметкер марапатталды. Және партия төрағасының бірінші орынбасары 12 шаһар тұрғынына алғысын білдірді. Айта кетейік, сайлау науқаны кезінде балқаштықтардың 89%-нан көбі Нұр Отанға дауыс беріп үздік деп таныған. Высокую ответственность показали наши волонтеры, которых насчитывалось 130 человек, и агитаторы, 102 доверенных лица от партии Нур Отан, 180 доверенных лиц кандидатов в депутаты, выдвинутых от партии Нур Отан. Ақылды, әдемі, әрі жан-жақты. Бүгін әлемнің барлық хатшылары өздерінің кәсіби мерекесін атап өтуде. Ол осыдан 64 жыл бұрын ақшта пайда болған. Бұрындары бұл орынға алма, мойын, қиғаш, қас, ұзын аяқ, қыпша бел, керімдер ғана жұмысқа алынса. Қазіргі басшылар көмекшісінің ұқыптылығы мен жұмысқа деген ынтасына қарайды. Хатшы қыздарға тағы қандай талап қойылады, ол жайында келесі сюжетте. Алло, здравствуйте.
Политехнический колледж корпорация Казахмыс. Бұл Гаухар Жақсыбекова, политехникалық колледж директорының хатшысы. Басшысының жұмыстағы әр күнін, әр сағатын жоспарлап жүргеніне міне осымен 3-ші жыл. Осы уақыт аралығында кез келген шешімін алдын ала сезуді, тіпті қабағына қарап, көңіл күйін болжауды үйренген. Надо идти. Надо. А как она? Ой. Ну, все равно уже. Ну, ни пуха, ни пера. К черту. Сондай-ақ тек басшысының көңілінен шығып қана қоймай, тыным таппайтын телефон қоңырауларына да жауап беру қажет. Телефонограмма, факс қабылдап, келген әр адамға жылы қабақ танытуда, сұрағына жауап беруде хатшының жұмысы. Оның үстіне күніне 100-ге жуық құжатты қабылдап, онымен танысып та тіркеп те үлгеру қажет. Верочка, извините, пожалуйста, передайте это письмо Юрию Григорьевичу. Хорошо. Собственной руки. Угу. Верочка, это очень срочно, пожалуйста. Хорошо. Не забудьте, пожалуйста. Хорошо, это же моя обязанность. Бастығым өте қарапайым, түрі суық болғанмен, өзі сондай адамгершілігі мол жан. Мені көп нәрсеге үйретті. Бәрі ойлайды өте оңай жұмыс деп. Бірақ енді неге ер бала болмасқа хатшы? Өйткені қыз бала үнемі барлық жерде қыз баланың болу себебі, қыз бала біріншіден икемді болып келеді. Екіншіден жауапты болады. Үшіншіден шыдамды. Ал басшысы Айгүл Сыздықова өте талапшыл, алайда хатшысының жұмысына дән риза. Разы болғаны соншалық осы 3 жыл ішінде бірде-бір ескерту жасамаған. Айтуынша қатып қалған ереже жоқ. Ең бастысы құжаттар дер кезінде өңдеуден өтіп, әр нәрсе өз орнынан табылса болғаны. Ал бұл жұмысты Гаухар тыңғылықты орындайды. Секретарь – это вообще помощник руководителя. Хатшы ол басшының көмекшісі, жұмыста көп нәрсе соған байланысты. Менің хатшыма көңілім толады. Біздің колледж мобильді болғандықтан бізде құжат жұмыстары көп, түрлі жобаларды іске асырамыз. Ал Гаухар соның барлығы жайлы хабардар. Ол мен үшін үлкен көмекші, тіпті қай кезде шай, қай кезде кофе қалайтынымды да біледі. Әр келген адам хатшының жұмысына ғана емес, сондай-ақ киген киіміне де назар аударатыны сөзсіз. Сондықтан да бұл қызметтегі қыз-келіншектерге талғаммен киіну қажет. Алайда шектен шығып, ашық-шашық жүруге жол жоқ. Бір түсті колготки, классика шалбар, тізеден төмен белдемше, жабық жейде. Бұл кеңсе қызметкеріне арналған дресс-код. Сондықтан да ол міндетті түрде сақталу қажет. Свободной походкой, нога от бедра свободная, пошла. Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете бедрами, как непристойная женщина. Гүлшат Байтукешева, Думан Қалыбаев, Өркен медиа. Жұмысқа қабілетті жас, аптасына 60 сағат жұмыс жасаған адамдардың ақыл ойы мен қабілеті 25 сағат еңбек еткендерден төмен болады екен. 40 жастағы 6500 ер мен әйелді зерттеген ғалымдар осындай шешімге келді. Эксперимент авторларының айтуынша, зейнетке шығу жасын бекіткен кезде әрбір мемлекет аталмыш нәтижеге мән беру керек. Сонда құрметті демалысқа қанша жаста шыққан дұрыс? Бұл сұраққа балқаштықтар жауап берді. 50 жаса, вот как раз 50 шығу керек. Өйткені уже тяжело. 50-ден кейін. Әйелді 55. Бұрын совет өкіметінде 55-те. Мен 60-пен шықтым. Мысалы шахтада, заводта, мына қиын жерде істегендер ерте. Тіпті 55-тен шығуға да болады. Өйткені денсаулығы жараспайды. Енді өзі бұрын болса 58-імде шыққым келеді. 58 жасымда. 58 жаста. Өйткені Қазақстанда көп қарттарымыз 60-70 жасқа көбісі өмір сүре бермейді, сондықтан 58-50 жас дұрыс деп ойлаймын негізі. 55 дұрыс. Чем раньше, тем лучше. И так осы жасқа да жетпей кетіп жатқандар бар. Енді қалай 60 бола ма, қанша болады? Соға шейін одан кейін істегім келмейді. Демалу керек. 30 или 40. Кәмелетке толған адамдар 58 жасқа ары қарай өмір сүре алмайды. Содан кейін ары қарай жете ме, 63-ке, 70-ке жетпей ме? 58-де шығады. Ол дұрыс емес қой енді осы. 55 нормальный, хорошо. Әйелдерге. 63-те ғой, 63-те. 60-те шықтым мен. Мен одан артық ұзартуға болмайды ғой.
Балқаштық каратэшілер Қазақстан чемпионатына жүлдемен оралды. Сәуірдің 14 мен 18 аралығында Шымкент қаласында өткен сайысқа республиканың барлық облысынан 22 команда жиналған. Ал Қарағанды облысының намысын қорғауға барған Балқаштық команданың құрамында 12 қатысушы болды. Олар сайыс ережесі бойынша 4 бағдарламаны, топтық және жеке кумите, топтық ката және жеке катаны орындап, командалық есеп бойынша Қазақстан чемпионатында қола жүлдеге ие болды. Ал жеке өнер көрсетуде құрама қанжығасына барлығы 12 медаль түсті. 2 алтын, 5 күміс, 5 қола. Первый раз такие соревнования проводились. Қазақстан чемпионатына Қарағанды облысының атынан біз ғана бардық. Балалар өздерінің ептілігін көрсетті. Соның арқасында жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Енді маусым айында өтетін республикалық Балқаш барысы турниріне дайындалып жатырмыз. Аталмыш чемпионатта аса үлкен белсенділік көрсеткен Өтебаев Батырқан болды. Каратэмен айналысып жүргеніне небәрі 2 жыл ғана болса да, мұндай ауқымды жарысқа 3-ші рет қатысып отыр. Турнирде 23 келіге дейінгі салмақта 3 кездесу өткізіп, бірде-бір қарсыласына есе бермеген. Команданың қола жүлдегер атануына зор үлес қосты десе болады. Катадан бірінші орнамын кеп тұрған, енді екінші орны. Команда көмекте бірінші орынға келеді. Қиын болған жоқ, жақсы келатырым, келатқам, соныке уже екінші орынға келеді. Бүгінгі жаңалықтар міне осымен тәмам, ал ертеңгі ақпараттар легі бұдан да қызықтырақ болмақ. Жіберіп болмаңыздар, амандықта жүздескенше.